Қайырлы күн, менің сүйікті көрермендерім. Сіздермен бірге мен Малика. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен екі ағзаттан омлет жасайтын боламыз. Ендеше менің арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Ең бірінші 6 жұмыртқамызды ыдысымызға жарып аламыз. Енді үстінен шым-шым тұзымызды қосамыз. Араластырып аламыз. Енді оның үстінен сүтімізді құямыз. Тағы да араластырамыз. Мінекей достар, осылайша біздің омлетіміздің массасы тез-ақ дайын болды. Достар, ендеше таңғы асымызды ары қарай жалғастырайық. Ең бірінші тапамызды қыздырып аламыз. Оның үстіне май құямыз. Менде антипригарды сковородка болғаннан кейін майды көп қажет етпейді. Бұл омлеттің сіздерге бір қызық жағын айтайын ба? Сіздер кез келген қалаған заттарыңызды қоса берсеңіздер болады. Мысалы, сыр қоссаңыздар болады, шұжық қоссаңыздар да болады, кез келген зелен қоссаңыздар болады, көк пияз қоссаңыздар болады, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Мінекей сүт кішкене қыздырып алды. Енді отын ақырындатамыз. Оның үстіне бағанағы жасап алған массамызды құямыз. Біздің отбасымызға қызанақпен жеген ұнайды, сол себепті мен қызанақ қосамын. Енді қақпағын жауып, ақырын отта дайын болғанша пісіретін боламыз. Сонымен достар, осындай аз уақытта аз заттардан өте дәмді таңғы ас жасап шығардық. 2-3 адам тояды. Жұмыртқасын, сүтін көбірек қылып, үлкенірек, биігірек қылып жасасаңыздар болады. Енді сізге ортасын көрсетейін. Мінекей ортасы осындай. Біз миксермен ештеңемен араластырған жоқпыз, сонда да көтеріліп, ортасы пышный болып шыққан. Сіздерге міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Менікі 10-15 минутта дайын болды. Сіздерге бүгінгі видео ұнаса, лайк басып, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, мені қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Ендеше ас дәмді болсын. Сау болыңыздар.